Bizim бүткүл өміріміз табиат менен байланыслы. Табиат адамзаттың жасау үшін барлық нәрсені жаратып береді. Сондықтан адамлар табиатты қастерлеп сақлауы лазым. Һәм ол адамзаттың басты вазифаларының бірі болып есептеледі. Су бұл біздің өміріміз. Қарақалпақстан бойлап ағып тұрған Амудария өсімдіктерге һәм хайванатларға тіршілік бағышлайды. Амудария жағаларында қалың тоғайлар болып, олардың ішінде әр түрлі хайванатлар менен құстар жасайды. Олардан қырғауылдар, үйреклер, түлкілер, қасқырлар һәм тағы да басқа көптеген хайванатлар бар. Амударияның арқа жағасында, Қаратау баурайларында Бадай тоғай жайласқан. Осы тоғайда басқа хайванатлар менен бірге гепардтар һәм жасайды. Бадай тоғай ішіндегі хайванатлар һәм құслар мемлекет қорғауында тұр. Қарақалпақстан далаларында киіктер, суынлар жасайды. Олар жазы менен ұзақ далаларда жайылып жүреді. Ал қыс айларында болса, пада-пада болып, түслікке ауыларға да жақылап келеді. Бәһәр келуден өздерінің жайлауларына қайтадан келіп, аналары ылақлар туып, көбейе бастайды. Бірақ кейбір адамлар киіктердің һәм суынлардың шақларынан қымбат баха дәрілер іздеу үшін оларды жауызларша атып, көшін, терісін, шақларын алады. Пржевальский атлары жүзә сирек ұшырасатығын хайванатлардан болып есептеледі. Белгілі саяхатшы, зерттеуші, алым Николай Михайлович Пржевальский 1879 жылы бірінші рет ұсы жабай атлардың ұсы түрін тапты. Бұлар жүзә жаққан, һәм бір жерден екінші жерге тез бейімлесіп, үйренісіп кетеді. Пржевальский атлары қызыл кітапқа кірген, һәм мемлекет қорғауында тұрған хайванатлардан есептеледі. Қарақалпақстанның батыс жағындағы Туран ойпатлығында Арал теңізінің қобыласында үстірт даналығы жайласқан.
Арал теңізінің құруы, экологиялық жағдайдың бұзылуы бір қанша өсімдіктерге де һәм хайуанатларға да зиянын тигізбекте. Экологияның һәм адамлардың ойсыз істеген жабайы әрекетлері бір қанша бейбақа хайуанатлардың санын кемейтіп, құрып кету қаупін туғызбақты. Бұл хайуанатлардың өмірін сақлауда Бадай тоғайының орны күреулі, һәм ол мемлекеттің қорғауында тұр. Бұл хайуанның бұл сүт өмуші классына кіретұғын жұп тұяқлылар отрядының уәкілдерінің бірі болып, біздің далалықларымызда көп заманнан бері жасайтұғын үлкен әхмиетлі хайуанлардың бірі. Бұннан біздің ата-бабаларымыз көплеп пайдаланған. Бұның терісінен әр түрлі киімлер, көшлерінен пайдаланған, әсіресе оның шақларынан пайдаланып, оннан шығыс медицинасында қолданылатұғын әр түрлі дәрі-дәрмақлар ісленген. Соңғы жыллары бұл хайуанның бас саны тәуірақ дәрежеде кемейіп, әзіргі жағдайда бұл көп қиыншылықтарға ұшырап атырған хайуан болып есептелінеді. Бұл хайуанның және бір өзгешелігі бұл біздің территориямызда біріншіден қысылайды, екіншіден бұл жерде көбейіп, өздерінің балаларын ертіп үстіртіне. Бадай тоғайында һәм Бұқарада табиғатты қорғауда қызмет етіп атырған адамлардың бейнетлері ең үлкен ахметке ие. Олар қысы жазы хайуанатлардың һәм құслардың уақытында от жемлерін беріп, шын ықласы менен пітәкерлік менет етпекте. Республиканың табиғатты қорғау комитеті тарапынан оларды қорғау жұмыслары күшлі алып барылмақта. Табиғат біздің байлығымыз. Міне осы бейбақа байлықты үнемлі пайдаланып, келешек үшін, келешек ауладларымыз үшін көздің қарашығындай қастерлеп сақлау адамзаттың басты вазипасы.